Сәлем достар, арнаға қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода Солтүстік Ирландия мен Қазақстан футбол құрамасының арасындағы ойында жеңіске жетелеген голдың авторы Айымбетов Абат бауырымызға постер жасаймыз. Алдымен сіздер каналға тіркеліп, видеоға лайк басып, комментарий қалдырып ұмытпаңыздар. Ал біз бастайық. Алдымен сол ойындағы осы победный голдың тепкен моментін, осы суретін алдық, және бұны қазір перомен фондан кесіп аламыз. Мен мына жерде видеоға сәл жыламдық қосып өткізіп жүрдім, өйткені дәл осылай перомен белгілеу арқылы кесу біраз уақыт алады. Сол үшін сіздердің уақыттарыңызды алмас үшін осылай видеоны сәл өткізіп жібердім. Сіздерде перомен осылай белгілеу арқылы детально кесіп алсаңыздар болады. Басқа да кесетін құралдар бар, алдыңғы видеоларда көрсетілгендер. Көрмесеңіздер, қазір ссылка шығады, сояқтан өтіп көріп алыңыздар. Бірақ ол автоматты түрде белгілейтін құралдар сізге тағы дополнительный жұмыс болып кетуі мүмкін, өйткені артындағы адамды белгілеп жіберуі мүмкін, артындағы трибунаның кейбір бөліктерін белгілеп алуы мүмкін. Сол үшін осылай перомен өзімізге керекті жерін әр мелочына дейін белгілеп кесіп аламыз. Мінекей осылайынан белгілеп шығамызда маска беру арқылы фондан кесіп аламыз. Және допты да кесіп алайық. Мінекей біздің фотомыз дайын. Енді осы фотоға дизайн береміз. Центрға қойдып, артқы фонына мен осы өздерінің футболкаларын алып, осылай үлкейтіп қоямын. Және осы футболдың узоры, футболканың узоры бәрі жақсы кетеді. Осылайынан қойып, қазір негізгі объекттің астына түсіреміз. Оң жақтағы слайды қарасаңыздар, сол жерде осы футболка тұрған слойды, адам тұрған слойдың астына түсіреміз. Мінекей осылай. Енді екеуіміз сливаться етіп кетпеу үшін қазір кішкене не істейміз? Размыйте береміз. Сәл ғана сосын түсін кішкене ағартып, болмаса қарайтып көреміз қазір. Артқы фонға кішкене жарық береміз, щоб екеуін негізгі объект пен артқы фонды екеуін бір-бірінен бөлу үшін, екеуі бір-біріне сливация етіп кетпес үшін осылай жарығын төмендету, жоғарылату арқылы екеуін ажыратып аламыз. Фонды жеке бір группаға қоямыз. Мына жерлерде сәл қатты яркий болып тұр, төбе жақтары. Сол жақтарына кішкене затемнение беріп жіберейін. Сіздерге байқалмауы мүмкін, бірақ көзге кәдімгідей батады. Режет глаза дейді, орысша айтқанда сондай болып тұр. Сол үшін кішкене затемнение береміз. Осындай қосымша слой қосып, үстіне кистпен наложениесін өзгертіп, сәл-сәл темнырақ цвет береміз. Сол кезде көзге де жағымды болады. Ендігі кезекте мен доппен Абаттың аяғы тиіп тұрған жерге көлеңке беру керек. Ауада ұшып тұрған жоқ. Жерді басып тұрғанда әсер беру керек. Жаңа слой ашып, кистті таңдап, кисттің размерін осындай сопақ қылып өзгертіп, қара түспен осындай бір-екі жерінен көлеңкенің әсерін береміз. Осылайынан түсін өзгертіп алайық. Біздер қараған мінекей
көлеңкелерин берип алдык, аягы тийип турган жерлерге. Достар, эстериңизге сала кетейин, каналга тиркелип, видеого лайк басып, комментарий калтырууду унутпаңыздар. Казакча контентти колдой жүрөйүк YouTube'да. Эндиги кезекте мен Абаттын сүрөтүн таңдап, соган фильтр камера RAW деген бар. Сол аркылуу кичине цветокоррекциясын өзгөртүйүк. Цветокоррекциясы мондай сәл ретуш жасап жиберейик сүрөтүнө, контрастысын көбөйтүп, кичине адемирээк кылып, сиздерде көрүп өзүңүзгө ушундай позноктарды ары бери козгоо аркылуу өзүңүзгө унайтындай этип өзгөртүп алсаңыздар болот сүрөттөрдү. Бул жерде андай бир навык керек деп айта алмаймын. Өзүңүздүн на глаз өзгөртсеңиздер де болот. Неке осылайынан өзгөрттүм. Енді атын жазайын қазір. Артқы фонымыз бос болмаш үшін. Абат баарыбыздын есімін және тегін жазамыз. Бұның бәрі тек дизайнерлік нелер ғана, қосымша детальдар, қосымша объектілер дизайнға сән беретін. Айымбетов, фамилиясын ұмытып қалдым. Дизайнда өзіңіздің вкусыңызбен шрифт өте маңызды. Шрифт таңдау, дұрыс шрифт таңдау. Сол үшін де шрифт таңдайтын кезде уақыт аямаңыздар, асықпай отырып дизайнды сіз жасаған дизайнға шрифтіңіз сай келе ма, соның бәрін дұрыстап қарасаңыздар жақсы болады. Неке осылайынан қойып, қазір артқы фонға жібереміз. Ол слои бөлімінде текстті алып, адамның артына қарай жібереміз. Астына түсірсек, осы кезде біздің дизайнның ішінде ол адамның артқы жағына кетеді, артқы фонға қарай. Неге көріп тұрғандар болса, артқы фонға қарай секіріп кетті. Группировать етіп атын жазып қояйық. Айымбетов фамилиясын жаздық, енді атын жазайық. Атын осы фамилиясын үстіне жазу үшін басқа шрифт таңдаймыз. Егер дәл осындай шрифтпен тағы бірдеңе жазатын болсақ, онда уже дизайнымыздың сәні кетеді и читабельность жоғалып кетеді. Мен мынандай шрифт таңдадым, және түсін осы формадағы түстің формадағы көк түсті таңдап осылайынан қоямыз, және фамилиясын үстіне қоямыз. Қазір 90 градус, минус 90 градусқа бұрып осылайынан қойып, неке осылайынан қоямыз. Түсін может сәл қарайтатын шығармыз. Неке достар, біздің дизайнымыз дайын болып қалды. Енді кезекте менің сүйікті құралдарым бірі ол блик. Бір жерден бір сәуле түсіп тұрғанда әсер беру. Ол үшін жаңа слой ашып, мына жерге мышкамен бір рет шертеміз де, сол слойды ашып үлкейте саламыз. Сол кезде артындағы жарық ақ түстен бері қарай жарық түсіп тұрғандай әсер болады. Тағы бір рет шертеміз.
мінекей көрдіңіздер ме, арт жақтағы ақ түстен бері қарай жарық түсіп тұрған сияқты әсері бар. Екінші жағына да тура сондай әдісті жасаймыз. Үлкейтеміз және сәл солға қаратай шығарамыз жарықты. Осылай сен үстінен тағы бір рет размерін сәл үлкейтіп тағы бір жарық бере салайық. Осылай осындай әдемі эффект пайда болады. Арт жақтағы жарық фон бері қарай шашырап тұрған сияқты. Неге екенін білмеймін, маған өзі осындай бликтарды наложение жасаған қатты ұнайды. Және дизайнға да өзім бір ерекше әсерін береді. Енді кезекте осы бүкіл слойды таңдап, Ctrl-Shift-Alt-E-ні бассақ, бүкіл слойды бірдеңе жинап береді. Бір слойға. Соны алып, енді біз камера рау арқылы тағы да кішкене коррекция жасаймыз. Соңғы нүктесін қою үшін коррекция жасап болғаннан кейін біздің баннеріміз дайын болады. Бұл коррекция әркімнің өзінің талдауына қарай, таңдауына қарай, сол үшін кіріп настройкасымен өзіңіз шұқылап көрсеңіз болады. Ең алғашқы осы базик деп тұрған бөлімінде осындай түстің қанықтылығын, контрастность, ақ түстің қанықтылығы, қара түстің қанықтылығы деген настройкалар, солармен көрсеңіздер болады. Қалғандары әр түстің примерно детальный настройкасы болады, қалған астындағы папкаларында. Ең бастысы осы бөлімде настройкасын жасасаңыздар әдемі болады. Мінекей достар, біздің видеомыз соңына жетті. Баннеріміз дайын. Видео ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп, комментарий қалдыра кетіңіздер. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.